Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез лаваштан 5 минуттық таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін 70 грамм сырды үкіштен ұсақтап өткіземіз. Оған бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл бізде салмасы. Салмасы дайын. Енді лавашты табаға саламыз. Мен арнайы лавашты табанын формасымен кестім және салмасын салып жайып шығамыз. Тек содан кейін отты қосамыз. Осы лавашты ортаңғы отты пісіретін боламыз. Үстіне тағы да бір лавашты салып, үстін басып, табанын қақпағын 3 минутқа жауып қоямыз. Және аударып лавашты тағы да 2-3 минут пісіреміз ортаңғы отта. Таңғы астайын. Құрметті достар, мен YouTube каналымда түрлі рецепттермен бөлісемін. Қазір жаңа жылдық рецепттер шығарып жатырмын. YouTube каналыма Гүлфия Ерболовна, тезірек кіріп, жаңа рецепттер көріңіздер. 5 минуттық таңғы астайын. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасасаңыздар, комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар.